келдіңіздер. Менің есімім Меруерт болады. Менің каналыма қош келдіңіздер. Менің каналым жасанды интеллект құралын қолдану арқылы қалай біз түрлі дидактикалық интерактивті ойындар мен тапсырмаларды құрастыру туралы айтылатын болады. Яғни менің видеомда көре отыра сіздер де өздеріңіз үйренетін боласыздар. Мен жаңа осындай бір рубрика басталдым. Жасанды интеллект арқылы 100 түрлі тапсырма құраймыз. Яғни біріншісі, екіншісін жібердім мына жаққа, жүктедім видеосын, кірсеңіздер көрсеңіздер болады. Сонымен қатар тағы да басқа сәйкестендіру тапсырмасын жасау, сториборд, ақпараттық инфографика, жұмыс парағы, мына жерде пазл тапсырмасы, ноутбук элемент жұмыс жасау, алтын сандық, мына жерде әртүрлі осындай көптеген пайдалы видеолар бар. Осыларды көріңіздер, жазылыңыздар, тіркеліңіздер, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Енді бүгінде біз тағы да Gemini платформасын ашатын боламыз, жасанды интеллект құралы. Егер де басынан бастап көрсеңіздер болады, мендегі плейлист бар, яғни осы Vibe Coding тегін сабақ деген, сол жерде өте көптеген сабақтар бар. Так, енді бүгінгі біздің жасап көретініміз, мен жаңағы Gemini'дан идея сұрадым. Ол идея арқылы сіздерге ашып көрсетем. Мынандай Snake Game интерактив дидактикалық ойыны осындайды жасауды ұсынды. Мен осыны қазір жасап көремін. Так, мен енді биолог мұғалім болғаннан кейін биология сабағына мысал келтіремін. Мен өткенде осы 8-ші сыныптың кітабымен жұмыс жасауды бастадым. Яғни бірінші тақырыпқа біз тапсырма құрастырдық, екінші тақырыпқа құрастырдық. Енді үшінші тақырыпқа құрастырамыз. Молекулалық биология бөлімі. Кітаптың бетін скриндап аламын. PDF форматындағы кітаптарды оқулық.kz сайтынан табасыздар. Бұл ешқандай да реклама емес деп қойын. Просто өзім сол сайттан скачать еткенмін. Егер де қалай аламыз, қайдан аламыз деген сұрақтарыңыз болып қалса деген ой. Енді осы екі суретті де осында бүйтіп жүктейміз. Мен мынау Canvas деген таңдаймын. Canvas деген кейбір әріптестерде мүмкін басқа құралдар осы жерде тұруы мүмкін да. Менде мына жерде тұр. Неге Canvas таңдаймын? Canvas себебі мен қазір Vibe Coding техникасы арқылы жасаймын, сол жерде менде код жазып береді. Бұл Canvas арқылы, код арқылы қандай зат жасалғанын сразу көруге болады осы жерден. Әйтпесе біз кодты көшіріп алып Python сайтына қоятынмын басында, бірақ кейін мен осылай үйренген болатынмын. Так, енді жазамыз. Маған биология пәні бойынша осы кітап бетінде берілген тақырыпқа байланысты бірінші фотодағыдай интерактивті, бізде қалай жазылып тұр? Snake Game, Snake Game жасау керек. Ол жерде сұраққа жауап берген сайын жылан қозғалып өсе беруі керек. Егер сұраққа жауап бермесе, жылан бір бөлігінен айырылып отырады деп қояйын. Жауап бермесе ойынды аяқтатпа, келесі сұраққа көш, соңында қанша сұраққа жауап берді деп нәтиже шығу керек. Шыққан
жеге байланысты мотивациялық мақтау сөздерін жазып қой деп қояйын да. Ойынды ашық түстермен жаса. Әйтпесе бұл қараңғы қылып жасаған жақсы көреді. Осының кодын жаз деп жіберейік. Қазір көреміз қалай жасайды. Егер де ұнамаған, өзгерту керек жерлер болса, енді тура мынандай қылып жасай қояды деп ойламаймын, бірақ талпынып тырысып көрейік қалай жасайды екен. Мен каналыма тіркеліңіздер. Менде мынандай плейлист бар. Сол жерде осы видеолардың барлығын кезек-кезек салып қойғанмын. Міне, менде мына жерде код жазылып жатыр. Canvas деген міне осы. Мына бүйтіп X деп басқан кезде, мына жерде бүйтіп файл ретінде тұрады. Өйстіп ашу дейсіздер. Код жазылып жатыр міне. Код құрастырылып жатыр. Міне жазылып жатыр. Мына жақта бізде қазір кодтың түрі қандай болды, соны көреміз. Соңғы жағы міне final summary деп жатыр. Қолданбаңыз жүктеліп жатыр. Уже аяқталған сияқты. Енді мынаны үлкен қылып көрейік. Мына жақта мынандай жүктеп алу деген не бар? Осындай. Өйстіп файл ретінде жүктеледі, HTML ретінде. Тасжан құрайтын заттар негізгі қандай екі үлкен топқа бөлінеді? Органикалық, биорганикалық. Міне қате жауап берсем бүйтіп қысқарады екен. Тірі ағзалық құрамында бәріне де көп мөлшерде кездесетін биорганикалық зат. Бейорганикалық. Міне. Грек тілінен аударғанда моно деген біреу. Келесі сұрақ. Бірнеше қарапайым молекулалардан құралған бізде жылан болмай қалды ғой. Негізгі органикалық заттар қандай қосылыстар жатады? Ну, по идее, нормально. Бірақ маған мынаны кішкене үлкен қылып көрсеткім келіп тұршы. Солай жасап көрейік. Жақсы. Бірақ ойын панелін үлкейт. Мүмкін сұрақтарды сол жерге енгізіп көрейік. Жылан жасыл фонда қатты көрінбей тұр. Соны көрінетіндей ет. Көрінетіндей етіп жаса. Жылан жақсы көрейік. Маған мынандай ұнап тұр да, тақырыбым менің полимер, мономер ғой, биологиядағы. Если биолог болсаңыздар, мынаның жылан менде как будто полимердің пішіні сияқты тұр да, и тура тақырыпқа сәйкес келіп тұрған сияқты. Енді мен бұны әдейі солай болсын деп ойламадым, бірақ сондай случайность болып қалды да, и бірақ тақырыпқа, балаларға кішкене қызық, шынымен де түсінікті етіп жасалған сияқты. Мысалы, мына жерде бізде әрбір домалағы мономер ғой. Мономерлер бірігіп полимерлерді құрайды. Менің жыланым тура сондай пішінді көрсетіп тұр. Қазір мен код өзгеріп жатыр. Өзгерістер болып жатыр. Міне, өзгеріп жатқанын көреміз. Қазір көреміз қалай шығады. Нәруыздардың құрамында міндетті түрде қандай химиялық элемент болады? Так, егер полимерде мономер белгілі бір қатаң қайталанып отырса, ретті полимер мысал ретінде полимерге қай заттарды келтіруге болады? Крахмал мен целлюлоза. Жасушада маңызды ретсіз бүйтіп белгілеп не істей берейікші. Адам мен жануарлардың ас қорыту жүйесінде полимерлер мономерлерге дейін. Нуклеин қышқылының құрамында нәруыздардың бөлек тағы қандай элемент міндетті түрде бар? Так, мынау неміз қалай болыпты? Бітіпті.
мына соңғы жағын көре салайыншы деген ғой, бүйтіп белгілеп қазір көре салайыншы. Ойын аяқталды дейді. Мұғалім бағалаумен тақырып бойынша базалық білімі бар. Беттерін тағы бір көз жүгіртіп шықсам болады деп жазып қойған екен. Жақсы, біз мынаны көрейік. Мынау деген қап қараңғы қылып жасап беріпті ше. Ойынның интерфейсі өте қараңғы, ашық түстер қолдан. Қараңғы болған тақтада кішкене онша көрінбей қалады да. Одан да ақ түстермен жасаған дұрыс. Мен даусым дұрыс естіліп тұр ма сіздерге кішкене? Мынау неге маған сурет жасап жатыр? Бұл маған неге сурет жасап жатыр? Жоқ. Жоқ, сенің маған жасап берген ойыныңдағы интерфейсі қараңғы, соны ашық түстерге өзгерт. Менің видеомда арасында паузалар болса, өткізіп көріңіздер. Себебі мен бұл видеоны монтаждамаймын, сразу ютубқа жүктеймін. Міне менде код өзгеріп жатқан сияқты. Мен енді бүйтіп әдеби, жаңағы академиялық сөздермен сөйлеп жатқан жоқпын. Кішкене барлықтарыңызға түсінікті болу үшін қарапайым тілде сөйлеп жатырмын. Мынау маған кодтың жаңағы ойынның түрін көрсетпей тұр. Неге бұл бұлай несе қалды? Мен онда бүйтіп көрейін. Кодты көшіріп аламыз. Ой. Неге бұл бұлай болып қалды? Бұлай жасайын онда. Қайтадан жасап көрейін да. Қайталап жасап бер. Деп жіберіп көрейін. Қайталап жасап берем екен. Мына кодты көшіріп көрейінші. Бұл маған бүйтіп өзгертіп жатыр қайтадан. Бұл жерде алғы бет деген жері көрінбей қалды. Неге олай болып қалды екен? Так, қазір мен осы сайтқа қойып көрем кодты. Кодты бұлай көшірсем болады ма екен? Жоқ, бұлай ашылады екен ғой. Ашылып тұр. Ашылады екен. Так, жазушыны құрайтын фразалардың мынаны үлкейт десем, неғып үлкейтпеген. Жарайды, құрметті әріптестер, менде осындай ойын құрастырылды. Енді өздеріңізде тура осылай жасап көріп, сіздерде қалай құрастырылғанын көріңіздер. Әркімде әртүрлі болады. Мысалы, тура мен осылай құрастырсам, мен сияқты жазсаңыздар да, тура мынау сияқты шықпауы мүмкін, сіздерде басқаша шығуы мүмкін. Сол үшін
байқап көріңіздер. Менің ойымша қызықты шыққан сияқты. Сау болыңыздар, каналға тіркеуді ұмытпаңыздар.